Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тіпті 5 жасар балада жасай алатын өте оңай алмалы пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 3 немесе 4 алма қажет болады. Барлығын осылай ортасынан кесіп, одан кейін тағы да ортасынан кесіп, ішіндегі жаман жерлерін алып тастап, видеодағыдай жіңішкелеу етіп кесіп шығамыз. Духовкамыздың формасын алып, кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Ішіне пергамент қағазын төсеп, оның ішінің барлығын осылай сливочный, яғни сары маймен барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Оның үстінен жаңағы тұрған алмаларымызды бір тегіс етіп қойып шығамыз, және де 1-2 шай қасық корица қосып жіберсеңіздер болады. Бұл біздің алмаларымызға өте әдемі дәм береді. Егер жоқ болса, бұл қосу міндетті емес, өз қалауларыңызда кішкене араластырып жіберіп, бір шетке алып қоямыз. Енді біздің массамызды дайындайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, үстінен қант қосамыз, екеуін миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, бірнеше минуттан кейін үлкен жылдамдығына ауыстыра отыра, осылай аппақ болып, екеселеніп көпіргенше миксерлейміз. Массаларымыз осындай аппақ болып көтерілген кезде миксерді тоқтатып, үстінен бөлме температурасында тұрған 100 мл сүтімізді қосып, тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Оның үстінен ұн мен разрыхлительді саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салыңыздар. Және де жай ғана лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай қимылдар жасай отыра араластыратын боламыз. Біздің массамыз қатты басылып қалмау керек. Барлығы біркелкі масса болып кішкене араласа берген кезде венчиктің көмегімен тағы да жақсылап бір рет араластырып жіберсеңіздер болады. Және де жаңағы дайындап қойған алмамыздың үстінен ақырындап массаны құйып шығамыз. Лопатаның көмегімен барлық жеріне тигізетіндей етіп жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала міндетті түрде қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін шпажка тығып, міндетті түрде тексеріп көріңіздер. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де өз достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Дәміде жасалу жолы да өте оңай, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.